Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Кезекті сұхбатымызды бастаймыз. Бүгін біздің сұхбатымыздың қонағы менің оң қолым, болашақ ұстаз, сегіз қырлы бір сырлы оқушымның бірі Асылжан. Асылжан, қош келдіңіз. Өзіңіз жайлы таныстыра өтсеңіз кішкене. Менің атым Асылжан, мен Ақмола облысының тумасымын. Қазіргі кезде Айқанат мектебінің болашақ түлегімін. Менің таңдау пәндерім физика, математика, және болашақта сол бағыттан ұстаздық еткім келеді. Сіздің оқушысымын, уже 2-ші жыл. Жақсы, рахмет. Енді осы жерде айтып қалдыңыз, болашақ ұстаз болғым келеді дедіңіз, иә? Осы ұстаздық жолды таңдауыңызға не себеп болды? Мысалы, біз университетте оқып жүрген кезде, осы күнге дейін, мен Айқанатқа келгенге дейін көп оқушылар ұстаздықтан, мұғалімдіктен қашатын. Осы Айқанатқа келгелі оқушылардың мен ұстаз болғым келеді деген сөздерін естіп, мен таң қалдым. Қазіргі поколение дейді ғой, өзгеріп жатқан сияқты, яғни ұстаздыққа деген қызығушылықтың, сұраныстың артып жатқанын түсіндім да. Осы сіздің ұстаздықты таңдауыңызға не түрткі болды, немесе себепші болды? Рахмет сұрағыңызға, өте орынды сұрақ. Менің ұстаздықты таңдауымның бірден бір себепшісі ол Айқанат мектебі деп айтсам да болады. Өйткені мен осы мектепке дейін әртүрлі профессиялар туралы ойландым, мамандықтар туралы, және де оның бірі ұстаз болды. Әрине, ондай ой болды ұстаз боламын деген, бірақ та оның ұстаз боламын деген ойдың проценті төмен болды. Айқанатқа келіп, ұстаздықтың қыр-сырын біліп, 10-шы сыныптарға сабақ беріп, кейбір кездері ұстаздың дәрежесінің жоғары екенін түсіндім. Ұстаз болу ол өте үлкен мәртебе екенін түсіндім. Және де өзіңізге, енді сіз 11-ші сынып оқиды, Асылжан. Қазір осы жылы 10-шы сынып оқушыларына физикадан сабақтар беріп жүрдік, яғни қосымшаларды беріп жүрдіңіз, иә? Сол кезде өзіңізге жақын екенін түсіндіңіз ғой, иә, сабақ осы мұғалімдіктің, және де сіздің сол ұстаздықтың таңдаймын деген процентіңіздің, пайызыңыздың осы сабақтар беру арқылы, оқушылармен қарым-қатынас жасау арқылы, жауапкершілікті сезіну арқылы пайызының жоғары болғанын түсінгенім бойынша солай болып тұр ғой, иә? Және тағы да айта кететін жайт, 10-шы сыныптар, мысалы, сіз бізге кері байланыс бересіз, мысалы, сабақ жақсы өтті деп, өйткені менің ішімде кішкене қорқыныш болды, мүмкін мен дұрыс түсіндіре алмай жатырмын, мүмкін мен түсінгенімді түсінбей жатыр деген, ондай кері байланыс арқылы мен адамдарға түсіндіре аламын деген ой пайда болды. Мен қолымнан келе алады, дұрыс түсіндіре аламын деген тоже сенімділік пайда болды. Жақсы, рахмет үлкен. Қандай оқу орнына тапсыруға ниеттесіз, жоспарлап отырсыз? Қазіргі кезде Алматыда орналасқан Сүлеймен Демирелі СДУ, сол университетке тапсырғым келіп отыр. Бұйырса, көреміз. Сәттілік. Бұйырса, менің болашақ әріптесім. Физика ма, математика ма? Әлі шешкен жоқсыз. Бірақ екеуін де бермеймін. Екеуін де бергіңіз келеді ме? Ондай да мамандық бар ғой. СДУ-да бар. Күшті, онда физика, математика. Келесіз ғой, онда бұйырса 4 жылдан кейін. Иә, әріптес боламыз онда. Бір кемеде ұстаздық жолда сапар шегеміз деген ниеттемін. Осы сабақ беру барысында, енді 10-шы сыныптарға сабақ бердім дедіңіз ғой, сол кезде ұстаздық жолдың, өмірдің, мамандықтың қандай екенін түсіне алдыңыз ба? Түсіндіре алдым ба сұрағымды? Иә. Негізі ұстаздық өте қиын жұмыс екенін түсіндім, өте жауапкершілікті қажет ететін. Сенің алдында оқушылар тұрады, және былайша айтқанда, сен оның болашағына жету мақсатына, өз арманына жету жолына көмектесесің. Сол үлкен жауапкершілік екенін түсіндім. Және де әр сабаққа дайындалу, презентация жасау өте көп уақыт алатынын түсіндім. Мысалы, біз ұстаздар күніне өзіміз ұстаз болып қалдық сіздің орныңызға. Сол кезде әр сабаққа, әр бір 40 минут, 90 минут болатын сабаққа дайындаудың өзі қаншама еңбек, оны есеп қарап, оны шығара біліп, оны қалай түсіндіруге, әртүрлі адамға әртүрлі подход, мысалы, соның барлығы өте қиын екенін түсіндім. Жауапкершілігі мол жұмыс. Жауапкершілігі мол жұмыстың бірі. Және ұстаз болу үшін әрқашан ізденісте
ізденісте болу керегін түсініп, жаңашылдыққа әрқашан ашық болу, иә. Түсінікті. Жақсы, сәттілік тілеймін. Онда Рахмет. ұстаз болсаңыз, әрдайым кемелдену кемелдену жолында жүрген адам боласыз деген Рахмет. ниеттемін, және де сондай болуымыз керек деп ойлаймыз. Сіздің маған сұрағыңыз бар еді. Иә, мен сізге қоятын бір-екі сұрағым барды. Соны қойсам деп отырмын. Бірінші, сіз ұстаздық жолда қалай таңдадыңыз, қалай келдіңіз, қалай неліктен ұстаз боламын деп шештіңіз? Рахмет. Бұны еш жерде айтпаған екенмін ұстаздық жолында. Менің мамандығым негізінде ұстаздық, бірақ кабинетте отырып мен ойладым, ғылыми физика болды да менде. Ғалымдар бір кабинетте отырып есеп шығарып отырады ғой. Маған есеп шығару ұнады. Мен өзім мектепте өте жақсы оқыдым, бірақ социальный навык дейді ғой, soft skill менде өте төмен болды. Тек қана сабақ оқимын болды, басқа ештеңе істемеймін. Сондай болды. Адамдармен араласуым қиын болды. Бірақ студенттік кезімде мен қатты ашылдым, яғни студенттік кезім менің басқа апгрейд болды да, мөлдірдің апгрейді болды, себебі мен жаңа дағдыларды бойыма қалыптастыра алдым деуге болады, сабақтан басқа. Сосын төртінші курс кезінде мен төртінші курс бітіргенге дейін ойладым, мен тек есеп шығаратын адам боламын, себебі менің кафедрамдағы ұстаздар тек бір кабинетте отырады, мысалы біздің ұстаздар бөлмесі сияқты, сол жерде отырады да тек есеп шығарып отырады, болды. Мен сондай боламын деп ойладым. Бірақ төртінші тоқсанда бізде практика болады. Сол жақта мектепке жіберді бізді. Мектепке жіберген кезде мен сабақ бердім. Сол кезде бір ай ма, қателеспесем, сабақ береміз, әлде 2 ай ма, нақты есімде жоқ. Сол кезде менің ұстазым да жақсы болды. Осы бізді өзінің қамқорлығына алған, бізге үйреткен ұстазымыз да өте білімді физик ағай болды. Нұрдан ағай, 48-ші мектеп лицей, Астана қаласы. Сол кісі сондай-ақ сол мектептің оқу ісінің меңгерушілері және тағы да басқа ұстаздардың осы келген студенттерге қарым-қатынасы өте жақсы болды. Маған сол ұнады. Және де сол мектептің атмосферасы, ұстаздар арасындағы атмосферасы өте жақсы болды, қатты ұнады. Содан кейін мен сабақ беру арқылы мен түсіндім, маған осы сабақ беру, оқушылармен араласу, бір нәрсені түсіндіру, түсінбей қалғанды қайтадан түсіндіру, дайындалу сабаққа, соның барлығын ұнағанын түсіндім. Сөйтіп сол практикадан кейін мен шештім, мен бір кабинетте отырып есеп шығаратын адам емес екенімді түсіндім. Мен өйткені тұрып, жүріп, бүкіл энергиямның барлығымен бөлісіп, энергия алып, сондай адам екенімді түсіндім. Сол практика себепші болды менің осы нақты мектепке, мысалы университетке, колледжге ұстаз болып баратыныма себепші болды десем болады. Өте керемет жауап, ұстаз, рахмет. Енді тағы да бір сұрақ қойғым келіп тұр. Бұл кішкене болашақ ұстаздарға, мысалы маған кішкене лайфхак деп айтсам болады. Сабақ оқығысы келмейтін, сабаққа деген ынтасы жоқ баланы қалай оқытуға болады, қалай ынталандыруға болады деген сұрақ. Ондай оқушылар бар. Мына менің ең бірінші қойған сұрағым биылғы 10-шы сыныптарға. Осында келудегі мақсатың қандай дедім. Осы Айқанат мектебіне не үшін келдіңіз дедім. Оқу үшін деді. Барлығының жауабы оқу үшін деді. Сосын мен айттым, оқу жолында әртүрлі кедергілер болады. Жалқаулық, еріншектік, ана жақта неменеге бара салайын, ойын ойнай салайын, ана жақта футболға бара салайын деген кедергілер болады. Сол кезде дифракция құбылысын еске алыңыздар дедім. Яғни кедергілер болады мақсатқа жету. Енді сенің мақсатың осында оқу үшін келдің. Сол дифракция құбылысын еске алыңыздар. Яғни кедергілерді орағытып өтіп мақсатқа жету. Яғни ең бірінші сол, сіздің мақсатыңыз оқуға келу. Сөйтіп айқындап аламыз. Бірақ кейде түсінбейтін оқушылар бар. Мысалы, мен оқығым келмейді дейді. Физиканы оқығым келмейді деген оқушылар болды. Мен ол кісілермен жеке сөйлесемін. Мысалы, сіз оқыңыз келмейді, Асылжан, сіздің физикаға анандай қызығушылығыңыздың болмай жүргеніне мен себепші болып жүрмін ба деген сұрақ қоямын. Егер жоқ, сізден емес, менің базам жоқ. Көбінесе неге оқығысы келмейді? Себебі ол пәнге деген қызығушылығы жоқ ол адамның. Ал оның неге қызығушылығы жоқ? Себебі мына кітапты алады да, бүгінгі тақырып міне мынандай, болды, осыны оқы дейді. Болды. Ол мүмкін анимация керек шығар, өмірден мысал керек. Физика деген ол өмір ғой, мен айтам, физика ол өмір, өмірдегі бүкіл құбылыстың барлығы ол физикамен тікелей байланысты деймін да. Сол кезде оқушыға түсіндіре аласыз, маңыздылығын, өзіңіздің пәніңіздің маңыздылығын, құндылығын түсіндіре алсаңыз, оқушының қызығушылығы болады, пайда болады деген ниет.
сосын көп айтады, ой мен оқығым келмейді, бірақ өзінің базасы жоқ екенін айтуға ұялады. Яғни мен 7-ші сыныпта оқымадым, менің ұстазым мынандай болды, андай болды деп айтады. Иә, окей, болды 7-ші сыныпта. Қазір мысалы сіздер 10-ші сыныптан келесіздер ғой, 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныпта болды, окей, базаңыз жоқ. Енді не істейміз? Сізге 10-11 керек, оқуға түсуіңіз керек, таңдау пәніңіз физика, не істейміз деймін. Давайте оқиық деймін. Не қазір біз жауапкершілік аламыз да оқимыз, немесе осылай анау ұстазым кінәлі, мынау сылтау іздеп жүре бересің деп. Мен сөйтіп айтамын. Не сылтау іздеп жүре бересің, немесе все, окей, бар менде, сылтауым болды, мен болды сылтауын бәрін бір жерге қойып қоямын да, мен жауапкершілік аламын да ары қарай жалғастырамын деген сияқты сізде таңдау еркін беремін. Осындай мысалы біріншісі маңыздылығын түсіндіру, мақсатыңызды түсіндіру, сондай ақ жеке сөйлесу арқылы оқушымен шыны керек бір келісімге келіп жатырмыз негізінде. Соның нәтижесінде оқушылардың физикаға деген қызығушылығы артып жатыр деп ойлаймын. Сол сөйлесу керек, оқушыдан сұрау керек. Ұялмаңыз, қателесіп тұрсың ба, қиналып тұрсың ба, все окей. Жақсы, Асылжан, түсініп тұрмын, қиналып тұрған, бірақ бұлай қиналып, өмір бақи қиналып жүре беруі мүмкін, немесе жауапкершілік аламыз деген сияқты ғой. Сол. Жауабыңызға үлкен рахмет. Сіздің айтқаныңызға байланысты мен түсіндім, то что ұстаздан өте көп нәрсе байланысты. Ұстаз қызықтыра білсе, нете білсе, поддержка біле білсе, өз пәнінің маңыздылығын түсіндіре білсе, баламен сөйлесіп, баланы аша білсе, ол өте керемет деп ойлаймын. Иә, оқушының кішкене деген физикаға деген қызығушылығын арттырамыз деген ниеттеміз. Тағы бар ма сұрақтарыңыз? Жоқ. Осымен онда сұхбатымызды аяқтайық. Мен болашақ әріптесім Асылжанмен болған сұхбат осындай болды. Болашақ мұғалім болуға, ұстаз болуға ниетті оқушылар. Сондай оқушыларға қандай кеңесіңіз бар сіздің? Бар ма кеңесіңіз? Болашақ ұстаздар. Иә, мысалы мен мұғалім болғым келеді, ұстаз болғым келеді, бірақ қорқамын. Мұғалімдік, зарплатасы аз ғой деуі мүмкін да. Или жұмысы көп, қағаз көп деуі мүмкін. Сондайдан қашып қорқып жүрген адамдарға не айтқыңыз келеді? Менің ойымша, егер ұстаздықты зарплатасы аз не деп таңдауға болмайды, өйткені әрбір мамандықтың өз шегі жоқ деп ойлаймын. Мысалы, ұстаздық болсаң да, егер сен өте керемет ұстаз болсаң, өте керемет білім бере алсаң, онда сен курс ашып, тағы да басқа өте керемет осы Айқанат сияқты мектептерде сабақ беріп, жалақың жақсы болады. Но тағы да бір айтатын кете жағы, ұстаздықты жай былай таңдауға болмайды. Ұстаз ол сенің өмірлік ұстанымың сияқты таңдау керек. Ұстазды сүйіп таңдау керек, сол кезде ғана сен балаларға өте күшті сабақты бере аласың. Және де тағы да берген кеңес деп ойым басылып кетті ғой. Берген кеңес ол өз іште қорқынышты жеңе білу. Мысалы, менде қорқыныш болды, мүмкін мен түсіндіріп жатқанда дұрыс түсіндірмеймін, немесе түсінбей қалады деген. Сол үшін сіз осы жылы өте күшті жақсы жұмысты бастадыңыз, біз 11-лерге 10-дарға сабақ беру деген. Сол арқылы мен түсіндім, то что ондарға мен дұрыс түсіндіре аламын, олар мені түсіне, сол қорқыныш ішімде жеңілді. Көмек болды дейсіз ғой? Иә, көмек болды. Түсінікті. Пайдалы осы Асылжанның берген кеңестері пайдалы болады деген ниеттемін. Осымен біз сұхбатымызды тамамдаймыз. Асылжан қонағым болып, өзіңіздің лайфхактарыңызбен, кеңестеріңізбен, өзіңіздің өмір жолыңызбен, тәжірибеңізбен бөліскеніңізге алғыс білдіремін. Әлі алда талай сұхбаттарымыз болады деген ниеттемін. Ал құрметті көрермендер, осымен сұхбатымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Фиксики ме? Фиксики!